Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздерден мен бақылау жұмысын аламын. Өздеріңіз өз беттеріңізше орындай қойыңыздар. Бірінші есеп, дөңгелектердің боялған бөлігін бөлшек түрінде жазасыздар. Қай бөлігі боялды, соны есептеп айтасыздар. Біздер білеміз, алымы, бөлімі дегенді өттік. Алымы деп үстіңгі бөлігін, бөлімі деп астыңғы бөлігін айтамыз. Боялған бөлігін әрқашанда алымына жазамыз. Осылай өздеріңіз есептеп дәптерлеріңізге әдемілеп жаза қойыңыздар. Енді екінші есепті салыстырайық. 2-ден 1, 3-ден 1. Қайсысы үлкен? Соны есептеңіздер. Білеміз біздер, бөлімі кіші болған сайын сол үлкен болады. 2-ден 1 үлкен, 3-ден 1-ден. Ал керісінше алымы үлкен болған сайын ол не істейді? Артық болады. 2-ден 1 артық, қазір 3-ден 1-ден бұл жерде. Енді осы бөлшектерді оқимыз да, оларды өсу ретімен жазамыз. Ал келесіде бөлшектерді оқып, оларды кему ретімен жазыңдар. Енді төртінші есепте санның квадратын және кубын есептеңдер. Жақсы оқушылар, орындап болып оқитывке салыңдар.